Қайырлы күн достар, бүгін осындай курица табака жасайтын боламыз. Сіздермен рецептпен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен осындай целиком тауығымызды алып, жақсылап жуып аламыз да, одан кейін осы қанаттарының ұш жақтарын кесіп алып тастаймыз. Бізге ол қажет емес. Одан кейін осы төс жағынан бастап сүйегімен бірге тауықты кесетін боламыз. Құрметті көрермендерім, осы қазақ тіліндегі YouTube каналымыздың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Тауығымыздың осылай қағаз салфеткамен сүртіп, ылғалын барлығын жақсылап сүртіп алатын боламыз. Келесі ары қарай приправамызды дайындайтын боламыз. Бізге бір ас қасық майонез, бір ас қасық томат қажет болады. Томат болмаса, кетчуп қоссаңыздар да бола береді. Бір чай қасық сухой чесноктан қостым. Одан кейін дәміне қарай тұзын, қара бұрышын салдым. Және де бір ас қасық паприка, одан кейін хмели сунели приправасын және 2 ас қасық сұйық майдан қосып, бір ас қасыққа толмастай соевый соустан қосып, осы приправамызды дайындап аламыз ең алдымен. Одан кейін араластырамыз да тауығымызды маринаттайтын боламыз. Енді тауығымыздың барлық жеріне жағып, әдемілеп маринатымызды дайындап, бір жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қойсаңыздар да болады. Осылай видеодағыдай әрбір жеріне әдемілеп приправаны біркелкі қылып жағып шығатын боламыз. Достар, егер сіздерге осы видео пайдалы болып жатса, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Және де YouTube каналыма подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. YouTube каналымда әртүрлі тағамдардың рецепттерімен бөлістім. Соны көрсеңіздер болады. Осылай барлығын жағып, әдемілеп маринатымызды қойып қоятын боламыз. Енді осы екі арада барлық овощтарымызды, картошка, морковь, жуа барлығын турап дайындаймыз. Картошкамызды осылай 5-6 бөлікке бөліп аламыз. Және морковьті да осы видеодағыдай ірі-ірі қылып турайтын боламыз. Сіздерге осы рецепті видеоның астына описаниеда жазып қалдырып қойдым. Енді осылай жуамызды да жартылай бөліп, осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Картошка мен морковьқа қосатын боламыз. Барлық дәмдеуіштерін қосып, осылай араластырып, қазір духовкаға бірге салатын боламыз тауықпен. Дәміне қарай қара бұрыштан қостым, аздап, дәміне қарай тұзын қостым. Одан кейін аздап приправа паприкадан қостым, аздап сұйық майдан қостым. Осылардың барлығын енді біркелкі қылып, қолмен жақсылап араластырып, жаңағы духовкамыздың осындай өзінің ыдысы болады, соған салдым. Одан кейін барлығын біркелкі қылып жайып шығамыз. Ең алдымен духовкамызды 200 немесе 180 градусқа, духовкаларыңызға қарайсыздар өздеріңіздің, алдын ала духовкамызды қыздырып қоямыз. Содан кейін осындай сеткасын қойдым да, осы сетканың үстіне тауығымызды қоятын боламыз. Сіздер енді сеткаларыңыз болмаса, тауықты картошканың үстіне қойсаңыздар болады. Өзінің суы ағып, сол суына картошкасы бірге пісетін болады духовкада. Өте дәмді, тезірек дайын болды. Бар жоғы бір 45-50 минутта тауығымыз дайын болды. Мінекей қараңыздар, қандай өте әдемі, тәбетті ашатындай, өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер сіздерде. Өкінбейсіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін.